Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен алгебра пәнінен 2-ші тоқсанның жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Есеп саны жалпы 7, жоғары балл білесіздер, 20 балл жинай аламыз. Әр есептің шығарылу жолы толық түсіндіріледі. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Бірінші есепті қарастырып бастайық. 1 баллдық есеп екен. Шарты: егер y-тен k-ның x-ке қатынасы функциясының графигі a координаталары 1 және -4 нүктесінен өтетін болса, k коэффициентінің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде біздің беріліп тұрған нүктедегі координаталар бірінші тұрған x, екіншісі y екенін білесіздер. Осы берілген функциядағы y пен x-тің орнына сан мәндерін қою арқылы теңдеу құрамыз. -4 y-тің орнына алып келіп қойдық. Тең болады. K коэффициенті бізде белгісіз. Оны өзін жазып аламыз. Ал x-тің орнына бір санын жазамыз. Сол кезде бізде жалғыз айнымалы k коэффициентін анықтауымыз керек болады. Пропорция қасиеті арқылы -4 пен 1-ді көбейтеміз. Сонымен нәтиже -4-ке тең. Тест түрінде берілген есеп екен. Жауабы D нұсқасында тұр. Келесі екінші есепті қарастырып бастайық. Шарты: бұл жерде де 1 баллдық есеп. y-тен -7-ден 4x азайту 12 функциясының абсцисса өсіммен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Бұл да тест түрінде. Қараңыздар, жауаптарынан білсек болады. Абсцисса өсіммен қиылысу деген кезімізде y-тің орнына міндетті түрде 0 мәнін қоюымыз керек. Олай болса, оң жағын толықтай көшіріп жазып алайын. -7-ден 4x азайтылған 12 тең болады 0-ге. Енді осы қарапайым теңдеуді шешуді бастайық. Біз сол арқылы x айнымалысының мәнін тауып аламыз. Бұл жерде 0-дің қасына 12 қосу болып барады. Мәні 12-ге тең. -4 x-ті қалдырып, оң жағына 12-ның қасына 7-ні көбейтуге өткіземіз. Көбейтуге асықпай тұрайық. X айнымалысын табуымыз үшін 12 көбейту 7-ның қасына -4-ті бөлуге өткіземіз, және осы жерде қысқарту орындалады. 12 мен 4 қысқаратын болса, 12-ның орнында қалады 3, -4-тің орнында 1. Сонымен есептейік. X тең, таңбасы минус 3 көбейту 7. Жауап X тең болады -21-ге. Ал енді координата түрінде жазатын болсақ, жауапқа бірінші кезекте біз x-ті жазамыз, -21. Одан кейін y-тің орнына қойған мәніміз 0. Бұл бізде A нұсқасында тұрған жауап екен. Сонымен екінші есебіміз де аяқталды. Келесі үшінші есеп 3 баллдық есеп екен. Шарты: 0 және 3 нүктесінен өтетін және y-тен -5x функциясының графигіне параллель болатын функцияны формуламен жазыңыз деп тұр. Қараңыздар, біз құрастыруымыз керек болған жаңа формула функция -5x деп басталуы керек. Өйткені дәл осы функцияға параллель болу үшін x алдында тұрған коэффициенттері бірдей болу керек. Ары қарай қосу b. Осы b айнымалысын ғана табуымыз керек екен. Енді білетініміздей, нүктедегі x және y координаталарындағы сан мәндерін алып келіп қою арқылы есептей аламыз. Y-тің орнына қоямыз 3 тең -5, x-тің орнына көбейтеміз 0-ді плюс b. Бұл жерде толықтай -5 пен 0-дің көбейтіндісі 0-ге айналатын болса, b қалады тең болып 3-ге. Сонымен біздің жауапқа жазбайық. Жаңа функциямыз y тең -5x қосу 3 түрінде болады екен. Шынымен де коэффициенттері бірдей, бір-біріне параллель екендігі анық, және x-тің мәніне 0-ді қойсақ, y-тің мәні 3-ге тең болып тұр. Үшінші есебіміз де аяқталды. Келесі төртінші есеп 4 баллдық есеп екен. Статистика элементтері тақырыбына байланысты. Социологтар мектептің 20 білім алушысынан өткен айда әрқайсысы қанша кітаптан оқығандықтары туралы сауалнама алғанда осындай жауаптар берілген. 3, 0, 1 деп жауап бергендер бар екен. Және ары қарай екенін анықтады. Демек, А сұрағына жауап беруіміз үшін
дайын кестені жазып қойдым. Осындай кестені толықтыруымыз керек екен. Қараңыздар, варианталар бізде қандай варианталар кездесті? 0 кітап оқығандар, 1, 2, 3, 4, 5 кітап оқығандар бар, және 6 кітап оқығанда білім алушылар бар екен. Енді абсолютті жиіліктерін санап шығайық, қараңыздар. 0 деген бізде 1 рет, 2 рет кездеседі. Демек, абсолютті жиілігі 2-ге тең. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 4 рет кездеседі екен. Келесі 2 деген вариантта бізде 1, 2, 3 рет кездеседі. Ары қарай 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет кездеседі екен. Ал 4 бұл жерде 1, 2 екен. 5 бізде 1, 2, 3 болып тұр. Ал 6, өкінішке орай, енді 6 кітабы оқығандар 1 ғана екен. Абсолюттік жиілігін толықтырып алдық. Кестені қайшылыққа бір зерттейік. Қараңыздар, қосқан кезімізде 20 шыққанма. 2-ге 4-ті қосамыз 6, 3-ті қосамыз 9, 5-ті қосамыз 14, 16, 19, 20. Абсолютті жиілік кестеміз дұрыс. Ары қарай салыстырмалы жиілігін анықтасақ болады. 20-дан 2 тең болады, қысқарады, 10-нан 1. Келесі 20-дан 4 болады, қысқарады, 5-тен 1 болады. 20-дан 3 қысқармайтын бөлшек, дайын. Келесі 20-дан 5 қысқарады, болады, 4-тен 1. Келесі 20-дан 2 қысқаратын бөлшек, тең болады, 10-нан 1-ге. Келесі 20-дан 3 дайын, қысқармайтын бөлшек түрінде жаздық. 20-дан 1 жазып алдық. Салыстырмалы жиілік және абсолютті жиілігі толықтай, кестесі дайын. Келесі сұрақты бастайық. Б. Ең көп таралған, оқылған кітап санын көрсетіңіз. Енді бұл жерде абсолютті жиілігінен көрініп тұр. Ең көп кітап 5 оқушы оқыған, әрқайсысы 3 кітаптан. Келесі С сұрағына жауап берейік. Салыстырмалы жиілік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Бөлшектің бөлімі 20 болып тұрған бөлшектердің барлығын қосып шығайық. Ортақ бөлім дайын таңдалған болғаны есептеуге ыңғайлы. Келесі 20-дан 3. Ортақ бөлім 20 дайын тұр. Алымдарын қосайық. 2, 4, 6, 9, 14, 16, 19, 20. Алымында да 20, демек, мәні 1-ге тең. Толықтай ешқандай қайшылық кездеспеді, тексеріп алдық. Осымен 4-ші есебіміз аяқталды. Келесі 5-ші есеп 3 балдық есеп екен. Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз деп, бізге 2 айнымалысы бар теңдеулер жүйесі берілген екен. Бірінші қадам сіздерде y тең деп толықтай теңдеуді түрлендіріп алуымыз керек. Минус 1,5x қосу 2. Бірінші теңдеуіміз дайын. Екіншісі y-тің алдында минус бар болғандықтан 0,5x азайту 6 деп орындарын ауыстырып қоямыз. Сонымен дайын. Төменге кестесін дайындап қойдым. Әр теңдеу үшін кестесін құрып алайық. Біріншісінде сәйкесінше 0 мәнін сабатын болсақ, мәні y-тің 2-ге тең. Ең ыңғайлы мәндердің бірі. Ал екіншісіне мысал ретінде алайық, 4-ге тең мәнін. Минус 1,5-ті 4-ге көбейтетін болсақ, минус 6, 2-ні қоссақ, минус 4. Келесі, x үшін 0 мәнін анықтайтын болсақ, y минус 6-ға тең. Бұл жерде де x-ке 4 деген мәнін қоятын болсақ, оны 0,5-ге көбейтсек, жартысы 2, 2-ден 6-ны азайтсақ, минус 4. Осы берілген нүктелерімізді дайын графигімізде кескіндеп алайық. 0 және 2 деген нүктеміз. Міне, сіздер көрініп тұру үшін үлкенірек көрсетемін. Және 4 минус 4. 2 нүктемізді белгілеп алдық. Түзуді кескіндейік. Дайын. Келесі 0 және минус 6 нүктелерінің орналасқан жері белгілеп алдық. Міне 4 және минус 4 бізде бұрыннан бар нүкте, қиылысу нүктесі
белгілі болған сияқты түзуімізді кескіндеп алайық. Екі теңдеуіміздің де графиктері дайын. Байқағандарыңыздай бізде қиылысу нүктесі 4 және -4 нүктелерінде екен. Жауапқа жазып қояйық. Теңдеуіміздің жауабы да дайын болды. Бұл есебіміз де аяқталды. Келесі 6-шы есебімізді бастайық. 4 балдық есеп екен. Шарты: математикадан жазбаша емтиханның нәтижелері жоғары балл, максималды балл 10 балл болып тұр. Абсолюттік жиілік полигон түрінде берілген. Абсолюттік жиілік полигон екен. Ақпаратты талдап анықтаңыз дейді. Асында таңдама көлемін. Ал бастайық. 0 балл алғандар жоқ, 1 балл алғандар жоқ, 2 балл алғандар бізде сан мәні қараңыздар. Сәйкесінше 5 білім алушы екен. Келесі 3 балл алғандар 3-еу, қараңыздар. Келесі 4 балл алғандар жоқ, 5 балл алғандар 2-еу. Бірден жаза берейік. Қосындысы бізге таңдама көлемін береді. 2 балл алғандар 5-еу болды. Қосылған. 3 балл алғандар 3-еу болды. Қосу. 4 балл алғандар жоқ, 5 балл алғандар 2-еу. Қосылған. 6 балл алғандар саны қараңыздар 11-ге тең екен. Қосу. 7 балл алғандар саны қараңыздар 9-ға тең екен. Қосылған. 8 балл алғандар саны сәйкесінше 4-еу екен. Қосылған. 9 балл алғандар саны 5-еу екен. Ал 10 балл алған тек бір оқушы екен. Сонымен таңдама көлемі бұл жерде қосындысының мәні 40 оқушы екен. Бірінші сұрағына жауап бердік. А сұрағына. Келесі: көпшілік оқушылардың алған балы. Бұл А жауабы болатын болса, Б жауабы. Көпшілік оқушылар қараңыздар 11 оқушы қай балды жинаған еді? Міне 11 оқушы жинаған балы 6 балл екен. Келесі С сұрақ: егер 8, 9, 10 балдарды жоғары нәтиже деп есептесек, дәл сол жоғары нәтиже көрсеткен оқушылардың пайызы дейді. Қараңыздар. Алдымен біз 8, 9, 10 балл алған оқушылар санын жалпы тауып алайық. Қараңыздар. Бұл жерде 8 балл алғандар 4-еу, 5-еу, 1-еу, 9 балл, 10 балл. Сонымен жалпы олар 10 оқушы екен. Демек, 40-тан 10 оқушы жоғары нәтиже көрсеткен, оны пайыз түрінде көрсетіп қойыңыз керек екен, онда 100%-ға көбейтеміз. Қысқаратындарын қысқартып алайық. Қараңыздар. Бұл жерде 10-ның 1 нөлі мен 40-тың 0 кетеді, және 100 бен 4-ті қысқартатын болсақ, 100-дің орнында қалады 25, 4-тің орнында 1. Сонымен жауап бұл жерде 25%-ға тең екен жоғары нәтиже алғандар. Осымен 6-шы есебіміз де аяқталды. Келесі 7-ші есепті қарастыруды бастайық. 4 балдық есеп екен. Шарты: y-тен a қосылған 1x қосу a азайту 1 функциясының графигі абсцисса өсін -2-де 0 нүктесінде қияды. А мәнін анықтаңыз. Бірден А сұрағына жауап беруді бастайық. Қараңыздар. X-тің және Y-тің мәндері белгілі. Тек қана біз А айнымалының мәнін табуымыз керек екен. Бірден бастайық. Y-тің орнына 0 қоятын болсақ, онда жазамыз. Жақшаның ішінде А қосылған 1 көбейту X-тің мәні -2 қосылған А азайтылған 1 тең болады 0-ге деп. Жақшаны ашатын болсақ, қараңыздар. -2a -2 плюс a -1 тең болады 0-ге. Енді бұл жерде -a -3 тең 0 таңбамен жұмыс жасаған кезде абайлаңыздар. Қателесуге болмайды. А-ның мәні -3-ке тең екен. А сұрағына жауап бердік. Келесі Б сұрағына жауап берейік. Функцияны y-тен kx қосылған b түрінде жазыңыз дейді. Яғни А-ның мәні бізге белгілі, стандарт түрде жазып қоюымыз керек екен. Y-тен А қосылған 1-дің орнына -2 деп жазамыз. X және -3 -1. А-ның мәнін орнына қойдық. Сонда -2x -4 деген
стандарт түрдегі функциямыз дайын. Бұл сұрағына да жауап бердік. Соңғы С сұрағына жауап берейік. Сызықтық функцияның графигін салмай, графигі қай шеректен өтпейтінін анықтаңыз деп тұр. Сіздер байқағандарыңыздай, К-ның мәні де 0-ден кіші, яғни теріс, Б-ның мәні де 0-ден кіші, теріс болып тұр. Функцияның графигі екінші, төртінші шеректерден өтеді. Ол анық білеміз. Үшінші шеректі де қамтып өтеді. Сонда мүлдем өтпейтін шерек бірінші шерек екен. Сұраққа жауап берілді. Осымен бұл есепті де толықтай аяқтадық. Сонымен құрметті білім алушылар, сіздермен жеті есептің де толық шығарылуын қарастырып алдық. Барлық істерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар, міндетті түрде жауап беріледі. Дайындықтарыңызды шыңдап алу үшін видеоны қайта қарап, сонымен қатар достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.